алдық. Наргиз бен Ильяс жақсы жауап берді сіздердің сұрақтарыңызға деген үміттемін. Негізі естімеппін дегенменен екеуі білмей көре жатамыз, енді жарайды бірден бар секілді. Ал жарайды, жалғастырайық ендеше. Серджионың сұрағы болған еді, иә, қоя қойып сұрақ. Микрофонды қосасыздар ма? Қосылмады. Жалпы, былай ғой, пікір бар, бір сұрақ бар. Енді қандай руға тұрмысқа шықсам қалай болады екен, немесе наймандарға топырақ шашпа деп аға қарындастарымыздың, аға деппін ғой, іні қарындастарымыздың сөз саластыруға негізі қарындаштар екен. Бәріміз қазақпыз, руға бөлінбейік. Сізге сұрақ, жалпы мынандай асабалыққа қатысыңыз бар ма? Бәрі сұрайды, мен сөйлегенде ғой. Базарда бір нәрсе ұйымдастырып. Жоқ, мен асабада емеспін, ондай нәрсеге бармағанда. Кезінде, жастық кезде официант дейді ғой, сондай жұмысты атқарған, тойларды көргем, асабалардың сөйлегенін көргем. Может, содан қалыптасып қалған жағдай ма деймін. Бірақ ондай қатысым жоқ. Түсінікті. Біз қымбатты көрермен құпия таңбаны көрсетуге ұмытып кетіппіз. Ендеше көрсете қояйық. Наргиздің қолында 5 саны. Мұқият болыңыздар, жазып алыңыздар 5. Иә, көп рахмет Наргиз. Дина? Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Альмиран бүгін енді арманы орындалып жатыр. Бағана эфир сыртында айтып жатыр еді. Бір бойы ұзын, әдемі жігіт келсе екен деген. Соған енді Альмиран түрінен көрініп тұр. Иә. Негізі ана жаңа қатысушы кім келеді деп жатқан кезде қыз ол деп айттық қой, сосын олар қыз келсе екен деп, біз ол келсе екен, ол келсе деп бойы ұзын бір әдемілеу келсе екен деп күлдік. Негізі әңгіме айтып сол кезде есіп қалғаны ғой. Әйтпесе мен үміткер келетінін білмеймін ғой. Жоқ, мен үміткеріңді айтып жатырмын. Халық жігіт екен алмасын деп жеткізіп жатқан ғой, қай тараптан айтқанымды. Жоқ, үміткерің өте сымбатты екен, құтты болсын деп айтсам да болады. Саған сұрақ, болашақта бәрі жақсы болып кетсе, базарда жұмыс істеуге қалай қарайсың? Негізі менен мықты саудагер шығады, негізі. Жақсы саудагер шығады, ол жағына мен өз-өзімнен қорықпаймын. Егер істеу керек болса, істеймін. Бәрекелді. Сауданы жүргізе алатын пысық қыз Альмира десең болады. Оған сенімдімін. Және де сенің көңіліңнен шықты ма жаңа қатысушы? Азиз келді ғой енді, жаңа айтып отырсың ғой өзің, сен сымбатты жігіт келсе екен. Жалпы көңілінен шыққанда бірінші маусымда Сымбатқа келгеннен бері танимын. Жалпы енді адамды досына қарап таны дейді ғой, Еркебұлан қандай болса досы да сондай деп ойлаймыз. Толықтай жақсы. Назарларыңыз Еркебұланда болсын. Еркебұлан бүгін біздің студияда. Қош келдің Еркебұлан. Бүгін кішігірім жарнама жасай кетейін. Бүгін Жанерке мен Еркебұланның кішігірім бизнесінің тағы да бір алға басып келе жатқанының нағыз дәлелі болады. Бүгін тағы да Жанеркенің бутик ашылады. Осымен 3-ші бутик, е? Білуімше. Себебі біреу осы 4-ші ма? Мәссаған 4-ші бутик. Жанерке, Еркебұлан, сіздерге тек қана сәттілік тілеймін. Жақсылық болсын. Көп сатылым болсын. Сәттілік. Иә, сол үшін арнайы келдіңіздер, иә, Алматыға? Бір оқпен екі қоянды атып қой келді ғой деймін. Алып барасат. Қандай сұрақ? Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Альмира базарда істейтін болса, бүкіл базарды жолататын шығар. Өзіне қаратып қойып, ей, маған шай кел деп жарып қойшы. Сізге сұрақ мынандай нәрсе болып тұр. Интернет желісін көп пайдаланасыз ба? Енді қазіргі заманауи технологиялар бар ғой. Оларды пайдаланбасақ, бұл айтқан кезде көп жаңалықтардан қаламыз, халықтың арасында не болып қалған. Бірақ Инстаграмда бар, бірақ көп кірмеймін, арасында көремін, ютубқа кіремін, ВК-ға арасында кіремін. Бұл айтқан кезде қатты жоқ. Инстаграм деп те қалып жатсың ғой. Инстаграм дегенде ең бірінші мысалға бір кімді оқисың, кімді қызық оқисың, не жазды екен, не айтты екен, деген сияқты осы ой дұрыс екен деген сияқты бір. Инстаграмда көптеген жаңағы араласатын адамдар бар ғой. Енді основном араласатындар жаңағы. Мен интернеттен жаңағы көп жиі сөйлеспеймін ешкіммен сообщение. Сөйлескен шығармын осыдан бір-екі ай бұрын. Қазіргі өз уақыттарда что-то былай қатты араласып жоқ. Белсенді емес может. Көресің, фотосын көресің. Жадыра? Тілек, сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Жаңа айтып жатыр. Негізі жігіттер қауымның көп сөйлегеннен көре іс-әрекетінің нық болған дұрыс деп есептеймін. Енді былай қарасам, жақсы сөйлейді екенсіз. Бір сөзіңізде былай айтып кеттіңіз, базардағы адамдардың беті ашылып кеткен деп, иә. Сонда ол кісілерге тіл тигізім деп ойламайсыз ба? Немесе ол айтқыңыз келетін астарында не жатыр, ол нәрсемен не айтқыңыз, не жеткізгіңіз келді? Және бізді де сол кісілерге бір қатарымызды теңеп кеттіңіз. Енді теңеуіңіз орынды болды деп мен есептемеймін. Енді қараңыз. Дұрыс айтасыз, сұрақ дұрыс, бірақ менің бұл жердегі ойым түсінсеңіз, негізі бұл жер ол сұрақ маған қойылмас еді қайталанып. Бұл жерде мынандай нәрсе.
Енді мен қыз баласын айттым, еркек адам ол қай жерде болса да өзін алып шығады. Мысалы үшін бұл айтқан кезде өзіміздің үлгі тұтатын, осы өмірге үлгі тұтатын, мысалы үшін пайғамбарымыз бар, Мұхаммед пайғамбар, саллаллаху алейхи вассалам. Сол кісіні қарасаңыздар, базарда да, жаңағы саудада жұмыс атқарды, қай жерде жұмыс атқарды, мысалы үшін. Ер адамға бұл айтқаныңыз ауыршылық тұртпайды. Ал енді қыз баласына деп отырғаным, қыз баласы не дегенде нәзік жанды ғой. Нәзік жанды болғаннан кейін оның жаңағы көптеген бір ауыр сұрақтар туылады. Ана жерде бір психологический атакалар болады саудада мысалы үшін. Сондай нәрселер келген кезде қыз баласы әлсіздік танытады. Әлсіздік танытқан кезде оның ашу оянады. Ашу оянғаннан кейін ол адамға басқаша сөйлеуі мүмкін. Ол базарға барып көрген адам түсінбес, ал нарада отырған бөлек аурасы негізі. Түсінікті. Жақсы. Енді басты сұрақ әрине Альмираға. Альмира, сен осы жігітпен тағы да таныстықты жалғастырып, жеке сөйлесуге қалай қарайсың? Біздің сұрасып көрмемізге бар. Енді әңгімесі сұлу, өзі сұлу болған жігіттің іші сұлу ма көрейік бар. Жақсы, енді іші шарт қалай қара қойыңыздар. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз, және жалғастыру үшін кешегі бағдарламада мен болмадым, дегенмен қызық таныстық болған сияқты, өзіне лайықты қыз келген сияқты, трендті ендеше ортаға шақырып әңгімелерін естейік. Келе ғой, Ильяс, жайық. Ерекшелетіп енді Ильясқа да ән ойнатып жатыр, голдпен. Жарайсыздар? Ильяс, қал қалай? Жақсы, керемет қалым, рахмет. Көргенде сізді қуаныштым. Рахмет. Үміткер? Үміткер жақсы қыз, бірақ та әлгі күнге дейін дұрыс біріміз танымадық. Сол себепті кеше кәдімгі кешкісін сөйлесіп сырластық. Бірақ та әлі 100% танымадым. Ендеше шақырайық. Мен де танысайын, келіңіз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Танысайық. Аша. Алтынай. Алтынай. Танысқаныма қуаныштымын. Алтынай, көзілдірікті сонда өзіңізбен бірге үнемі алып жүресіз бе? Әлде біздің студияға алып келдіңіз бе? Кеше де байқадым, Инстаграм желісіне. Бренд болған осы ба жалпы? Ильяс үшін алып келген. Ильяс үшін алып келдіңіз. Кездесу қалай болды? Кездесу кеше уақыттың тығыздығына байланысты. Мен үйіме жақын тұрады екен негізі Алтынай. Кешке үй жағына барып алып кеттік. Содан кейін мысалы бір жақта отырып ақша ортқанша кішкене көшеде жүрген халыққа қызмет көрсетіп жүрген азаматтарға кішкене үлесімізді қосып, осындай салқын күні кішкене жылытайық деген оймен шыққан болатынбыз. Видеода ол бар негізі, видео қоспен. Содан кейін бір жарым сағаттай жүрдік, бір жарым сағаттай жүріп, адамдармен кішкене араласып, көңіл күйлерін шамалы көтеріп, өйткені кеше өте салқын болды. Себебі адамдар да риза болды. Қалған жоқсыздар ма? Шамал тондық, бірақ та автокөліктің ішінен одан кейін жылынып, ары қарай Алтынайды үйіне жеткізіп тастадым. Кездесу барысында видеоларыңызды көрейік ендеше, иә? Қайырлы кеш. Бүгін Алтынай екеуміз кешегі мен бастаған шоуымызды жалғастырудамыз. Жылы жүрек мүмкіндіктеріңіз болса, ары қарай жалғастырыңыздар. жүрек жылуларыңызды сіз басқа адамдарға сыйлапсыздар ғой, әдемі кездесу болған сияқты. Иә, бірақ видеоны дұрыс түсіре алмаған сияқтысыздар. Негізі видео 2 минуттық болатын. Ұзақ болып кетпеу үшін кішкене кесіп саттық та. Сол себепті қараңғы болып тұр да дегенмен. Иә, кешкісін ең бастысы ниет қой. Иә, ең бастысы
ниет, сосын кейін қазір достарымызбен қосылып жаңа кәсіпорын ашып жатқан себепті бізде кешкісін кездесу болатын еді сағат 10-да, сол себепті Алтынайды сағат 9:30-да, 9:30-да үйіне жеткізіп ертеңгі күні кездескенше деп қоштасып қайттық. Түсінікті, керемет. Алтынай, сізге кездесу ұнады ма? Иә, өзім риза болдым. Бір күнде кеше өзімде тәттілермен мен еркелеткенде болатын. Соған кішкене риза болып. Шын өзім дәл қазіргі уақытқа дейін Ильяс жақсы адам екенін дәлелін тауып жатырмын. Керемет. Жарайсыз. Үй-іштеріңіз не деп жатыр, ата-анаңыз? Қарсылығым білдірген жоқ, бірақ та айтты, жақсылап тұрып, адамды өзім біл деп. Ильясты Наргизге қызғанбайсыз ба? Егер де біріншіден осыны көргенде, кешеде әлеуметтік желіде менің фотомды және де Наргиздің фотосын қойған болатын. Салыстырмалы түрде? Салыстырмалы түрде. Сол кезде менде бірақ сұрақ болды, Ильястың өзіне қойғым келді. Егер де Наргиз екеулерінің арасында бірден болса, Наргизға оның бір сезімі болса, онда мен орнымды босатайын деп, өйткені оның бақыты болса, мен өзім кетейін. Ал егер де болмаса, жоқ. Оңай беріле саласыз ба? Сонда яғни қызғаныш сезімі бар, демек. Бар. Наргиз, не дейсің? Самасова, қош келдіңіз. Енді орнымды бере салайын бір нәрсе деп. Енді жалпы былай қарағанда кіммен қосып жатыр? Бутямен түсіп қалдық сентябрьде. Бутямен қосты. Парасатпен отырып қалсаң арасында бір нәрсе бар. Егер сіз қазір айтып отырсыз да, Ильяс үшін келіп отырсыз, бірақ егер арасында бір нәрсе болса, мен орныма отырасасын дейді. Өзіңізге сенімді емессіз ба сонда сіз? Жоқ, мен айттым, ең бастысы Ильястан сезім болса, онда енді бір бас пысадыңдар ғой, тұтыныш. Наргиз өзің не айтқанын, не айтып не қойғанын қалды ғой енді. Ильяс деп едік, не айтқанын. Жарайды, Бутя. Ау, не дейсің? Ашқан бір сұрақ қойып жейін. Бутя. Бутя деп саламатсыз жеңеше. Азиз бауырым, қош келдің. Алла қаласа ертерек жұбың тауып бақытты болып кетуіңе тілектеспін. Саламатсыз Алтынай ханым, мен кеше болмадым, көрдім. Әңгімеңізге әңгіме жоқ. Очки вообще мені өлтірді сөрді. Кеше күнімді көңілді қып істеп бердіңіз. Енді Наргизамен ары бері темада айтайын, сіз қызғанбай қойыңыз, жаман ойға кетпей қойыңыз. Сәл біреуге жақындап кетсең араларына бір бөле барау деп шығады бәрі. Біз айтамыз, сыйластық бар, адамгершілік бар дегендей. Енді Ильясты жаңа мақтап отырсыздар, күшті. Ильяс саған да молодец осылай. Мен түсінуім бойынша видеода далада жүрген, жаурап жүрген кісілерге шай апарып бердіңіз. Парковщикке. Не деген ми анам да. Не екен ғой сенде, молодец. Бәрі ми екен. Осындай іс-әрекеттер көбірек істеңдер. Ильяс саған қояр сұрағым. Мен есіме шығып кетті, сен қыздың қандай үш қасиетіңе қарайтын жер, қандай жақсы жеріне қарап, таңдайтын соң қайталап айтып жерсең өтіп. Ең біріншісі ол менің ата-анам, мен ата-анамды ол өз ата-анасындай көру керек. Екіншісі ол маған деген адалдығы. Яғни мені әрқашанда жаман уақыттарда да, жақсы уақыттарда мен жаман болсам да, жақсы болсам да өз қолдауын көрсету. Үшіншісі өз